Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жұмсақ үлпілдек бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Толық рецепті төменде описаниеда жазылған. Міндетті түрде осы рецептімен бауырсақ жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бауырсақтың көтерілуінің құпиясын айтатын боламын. Жылы суға жылы сүт, тұз, шекер, сары май, майонез барлығын араластырып, соңынан ашытқымызды қосып, қамыр илейміз. Ұнды бірден емес, 3 бөлікке бөліп, қасықпен осылай араластырып аламыз. Ары қарай ең соңында кішкене сұйық майды қосып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырды 1 сағатқа ашытуға қойып қоямыз. Мінеки қамырымыз дайын болды. Үстінен ұнды себелеп, видеодағыдай оқтаудың көмегімен қатты жұқа, қатты қалың етіп емес, орташа етіп, видеодағыдай қамырымызды жайып аламыз. Бұл уақытта табаға майды құйып, қыздыра береміз. Қалаған формада кессеңіздер болады. Мен осылай домалақ еттім. Қызып тұрған майға газдың астына орташаға қойып, ең бірінші бауырсақтарымызды осылай орналастырып, барлығын саламыз. Сосын енді көтеріліп келе жатқанда екінші бетіне аударамыз. Бұл міндетті, өйткені бауырсақ жақсы көтерілуі үшін. Мінеки осылай енді көтеріліп жатқанда екінші бетіне аударасыздар. Сол кезде бауырсақ әлде қайта өте әдемі болып көтерілетін болады. Осы рецептімен менде 1 шара бауырсақ дайын болды. Міндетті түрде бауырсақ жасағанда осылай дайындаңыздар. Мінеки өте әдемі, жұмсақ, күшті, сүйкімді бауырсақтар дайын болды. Ас болсын.